қарызға батырып қашып кетті. Біраз күннен соң ұлым, анашым, мен бір нәрсе жасадым деді. Көп ұзамай күйеуім телефон соғып, көз жасын тежей алмай кешірім сұрады. Әңгімені тыңдар алдын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Серік күтпеген жерден жоғалып кетті. Оның бұл өмірде болғаны да сезілмегендей. Бір күні таңертең Раушан оянған кезде оның төсегінің жартысы бос болды. Үйде әдетте оның дауысы мен жаңалықтардан шығатын әлсіз шу толтыратын тыныштық орнады. Алғашында ол күйеуінің жұмысына кеткен деп ойлады. Бірақ кешке дейін ол оралмады. Не хабарласқан да жоқ. Сол кезде жүрегінде алаңдаушылық пайда болды. Келесі күні бұл алаңдаушылық қорқынышқа айналды. Серіктің телефонынан жауап келмеді. Оның киімдері де жоғалып кеткен. Қолында бірде-бір тиын болмады. Сол үшін ұзақ жылдар бойы жаңа көлік пен жазғы демалысқа жинаған барлық ақшалар да қолды болды. Раушан барлық жәшіктер мен сөрелерді ақтарғанымен ештеңе таппады. Ол жан таласып жазбаша хат немесе түсініктеме іздеді, бірақ ол да жоқ. Ол бұл жағдайды ұлы Әлиханға айтып, оның көңілін сұрады. Бірақ Әлихан әдеттегідей күліп, шаттанып емес, қабағын түйіп төмен қарады. Мүмкін ол жұмысқа кеткен шығар, деп сұрады ол. Дауысы күмәнмен толы. Раушан оны құшақтап, өзінің қорқыныш пен алаңдаушылығын баласына бергенін сезді. Келесі бірнеше аптада Раушан Серікке хабарласуға тырысты, бірақ ол ешқандай жауап бермеді. Серік із-түссіз жоғалып кетті. Раушан оның достарынан, туыстарынан сұрады, бірақ ешкім ештеңе білген жоқ. Барлығы ештеңе істей алмайтындарын айтып, бас шұлғып, аяушылық танытты. Бірнеше күннен соң Серік жоғалып кеткеннен кейін бірінен кейін бірі хаттар келе бастады. Алдымен бір хат, сосын екіншісі, артынан банктерден келген қарыз өтемдері туралы бірталай хаттар келді. Раушан бұл хаттарды алған сайын жүрегі дірілдеп, көзіне жас келді. Қарыздар оның атына рәсімделген екен. Оны бұрын көрмеген, естімеген еді. Мен ешқашан қарыз алмағанмын, мен қол қойған жоқпын деп айқайлап, телефонынан банктың қызметкерлеріне шағымданды. Бірақ олар бір жауап берді. Қарыздар сіздің атыңызға рәсімделген, қолтаңбаларыңыз тұр, демек төлеуге міндеттісіз. Раушан полицияға арыз жазып, күйеуінің жоғалып кетуі мен алаяқтық жайлы хабарлады. Бірақ ол жердегі қызметкерлер ешқандай шара қолдануға болмайтынын айтты. Өйткені Серік ересек адам. Қайда кетсе де өзі білетін құқығы бар. Ал қарыздарды тексеру үшін сараптама жүргізу керек. Бірақ оған уақыт пен ақша қажет. Ал Раушанда екеуі де жоқ. Ол тек өз баласымен жалғыз қалды. Жалғыз 11 жасар ұлы мен бос әмиян. Күн өткен сайын өсіп жатқан қарыздар. Раушан күндіз-түні жұмыс істеп, қосымша табыс табуға тырысып, әрбір бос уақытында өз баласына қамқор болуға ұмтылды. Бірақ ұлы оның шаршаған көздерін, күлімсіреуінің жасандылығын сезді. Ол анасының ауыр күйін өз жүрегімен сезінді. Раушан бұл жағдайды жақсы жасырамын деп ойлаған, бірақ балалар әрқашан бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Әлихан өзгеріп кетті. Тыныш, салқындылықпен үнсіз болды. Достарымен ауладағы ойынға да ойнамайтын болды. Үйде ұзақ уақыт бойы тек кітап оқыды, немесе сурет салды. Раушан оны сөйлесуге тырысып, бәрін білуге ұмтылды. Бірақ ұлы қысқа жауаптар беріп, оның көздеріне қараудан қашты. Түнде Әлихан ұйықтағанда Раушан өз жастығына мұңмен көзін жасын төгіп, баласын оятпай отырып қалды. Оның жүрегінде болашаққа, ұлына, Серіктің өз отбасына осындай опасыздық жасағанына қатты қорқыныш пен алаңдаушылық болды. Қалай ол бізге осындай қиянат жасады? Неге олай қалдырды? Бұл сұрақтар оны тыныштық бермей, терең ойға батырды. Бір күні кешке жұмысынан өте кеш оралған Раушан ұлының бөлмесінен жарық көргенін байқады. Ыңғайсыздықпен есікті ашып, Әлиханның үстел басында отырғанын көрді. Ол бір нәрсе дәптеріне жазып жатыр екен. «Ұлым, неге ұйықтамайсың?» деп сұрады Раушан сабырмен. Әлихан қорқып тезірек дәптерін жапты. «Мен тек ұйықтағым келмеді», деді ол, баяу анасының көзіне қараудан бас тартып. Раушан оның қасына отырып, қолын алды. Оның қолының дірілдегенін сезді. «Не болды, ұлым? Неліктен көңіл күйің бұзылды?» деп сұрады. Әлихан үнсіз басын төмен салып отырды. Раушан күтіп асықпады.
Ол өзінің ішкі әлемімен үндесіп, баласының сезімдеріне енуге тырысты. Ана, деді Алихан ақырын, мен білемін саған ауыр екенін. Раушан тамағына түскен түйіршікті жұтып, оның сөздеріне жауап беруге тырысты. Бәрі жақсы ұлым, тек аздап шаршадым, деп оған күлімсіреп жауап берді. Бірақ Алихан сенген жоқ. Ол анасының көздеріне қарап, оның ішкі күйзелісін байқады. Жоқ ана, мен түнде сенің қалай жылап жатқаныңды естимін. Телефонмен банкке қалай сөйлескеніңді білемін. Мен білемін әкем не істегенін. Раушан тұрып қалды. Оның жүрегі сәл саябырлап, тыныс алғандай болды. Ол Алиханның бәрін түсінгенін сезіп, оның ауыр сөздерінен кейін ештеңе айта алмады. Көзінен аққан жасты сүртіп, оны өзіне қысып, анасы мен баласы арасындағы махаббат пен қолдау толығымен сезілді. Алихан, бұл сенің шаруаң емес, бәрі жақсы болады. Мен бәрін өзім реттеймін деп, ол сенімді түрде айтуға тырысты. Жоқ анашым, мен сенің жалғыз болғаныңды қаламаймын. Мен саған көмектескім келеді, деді Алихан көздерінен жас төгіліп, қолын оның қолына қойды. Раушан оны қатты құшақтап, оның барлық денесінің дірілдегенін сезді. Ұлым, менің жақсы балам, менің батыл ұлым, деп басынан сүйіп сыбырлады. Мен білемін, сен маған көмектескің келеді. Бірақ сен әлі кішкентайсың, сен маған көмектесе алмайсың, деді Раушан оның жүрегінде ауыртпалық пайда болып. Болмайды, деп қарсы шықты Алихан. Ол анасынан алшақтап, көздерін төмен салып тұрды. Мен бірдеңе жасадым, деді ақырын. Раушан оған қарап сұраулы түрде сұрады. Не істедің ұлым? Алихан үндемей ұзақ үнсіз отырды. Тек футболкасын ойнақтатып отырды. Ақыры ол әлі де қорқып, бірақ айтқысы келіп тұрғандай баяу тіл қатты. Мен қорықтым. Саған айтуға... Неге қорықтың, деп сұрады Раушан, оның жүзіне алаңдаушылықпен қарап. Алихан терең тыныс алып, көздерін анасынан алып, әлде бір шешімге келгендей біртіндеп жауап берді. Әке, ол мені жазалайды деп ойладым, ол мені ұрсады деп қорықтым. Раушан жүрегінде бірдеңе мұздай суық болып батты. Не болса да мен сені қорғаймын, ұлым. Қорықпа, бәрін айтып бер, деп оған қамқорлықпен айтты. Алихан ұзақ уақыт тыныш отырды да, ақырында ескі планшетін төсеніштен шығарып, оны анасын көре отырып оған ұсынды. Мен бір әңгімені жазып алдым, деді ол. Раушан планшетті алып, көздері сұраулы түрде Алиханға қарады. Қандай әңгіме? Деп сұрады ол, ішіндегі күдігі мен қобалжуды жасырмай. Әкемнің бір кісімен сөйлескені, деп Алихан мұңды дауыспен айтты. Раушан планшетті қосып, файлдар тізімінде бір жазбаны көріп, оны ойланбастан басып жіберді. Бастапқыда үнсіздік, сосын Серіктің дауысы шықты. Я, бәрі дайын, құжаттар менде, ол ештеңе сезбейді. Біреу сауал қойды. Барлығы дұрыс болады деп сенімдісің бе, деп. Әрине сенімдімін. Ол маған сенеді. Мен айтқанның бәріне қол қойып береді. Ал егер ол бірдеңе сезсе ше? Деп сұрады белгісіз адам. Ол сезбейді, мен бәрін ойлап қойдым. Ол мені ешқашан күдіктенбейді. Ал мен кетіп қалғанда бәрі де ұмытылуы мүмкін, деп Серік жауап берді. Раушан тыңдап отырып жүрегі ауырды. Ол сенбеді. Серіктің өз отбасының алдындағы осындай қиянатын және оған қатысты солай айтуын қабылдай алмады. Ол оның әйелін алдап, қарыздарын оның атына жазғанына қалайша сенді. Әрине кім тағы төлеуі керек? Мен ақмақпын ба? Деген дауыс шықты. Раушан жазбаны өшіріп, оны қайтадан тыңдауға шешім қабылдады. Алихан, бұл жазбаны қашан жаздың, деп сыбырлады ол, қатты қобалжып. Алихан басын көтермей, баяу басын изеді. Ол телефонмен сөйлескенде мен ойын ойнап жүрдім, бірақ бір кезде диктофонды кездейсоқ қосып қойғанмын. Мен оның айтқандарын бәрін естіп жүрдім, бірақ қорықтым ана. Ол мені ұрсады деп ойладым. Мен ойлағандай, ол сені де ренжітуі мүмкін еді. Раушан баласын қатты құшақтап, оның жүрегін сезінді. Ол өте кішкентай, қорғансыз, бірақ сонымен қатар соншалықты батыл болатын. Ол осындай ауыртпалықты сезіп тұрса да, оған бәрін айтуға шешім қабылдады. Ұлым менің, сен менің батырымсың, деп сыбырлады Раушан. Сен қорықпауың керек еді. Мен әрқашан сені қорғайтын боламын. Ол ұлының көзіне қарап, енді мен бәрін түсіндім. Енді мен оның не істегенін білемін, және мен оны осылайша қалдырып қоймаймын, деді. Алихан басын көтеріп, оның көздерінде үміт оты пайда болды. Сен полицияға барасың ба, деді.
Жоқ Алихан, полиция енді ештеңе істей алмайды. Олар дәлел жоқ деп айтты. Бірақ бізде дәлелдер бар. Біз адвокатқа барамыз, деді Раушан нық және батыл түрде. Келесі күні Раушан планшетті қолында қысып адвокаттың алдында тұрды. Алайда оның жүрегі қызу күйде соғып, әрі қарай не боларын күтті. Раушан креслода отырды. Индираға қарап, тек тыңдағандарын түсінуге тырысты. Көңілінде бұл жаңалықтар ұзақ уақыт бойғы қараңғылықтан соң жарық секілді жайылды. Барлық қорқыныш пен күмән түнде ұйықтай алмай, не істерін білмей жүрген күндер біртіндеп ұшып кетті. Ол терең тыныс алып, ішіндегі ауыр жүктің жеңілдегенін сезді. Бұл шынымен керемет жаңалық, деді Индира сенімді күлкімен. Сарапшылар қол қоюдың сіздің қолыңызда емес екенін растады. Бұл сіз күткен ең маңызды дәлел. Енді бізде әділеттілікті қалпына келтіруге толық негіз бар. Раушан демін ішіне тартып жеңілдеп қалды, бірақ көздерінде әлі де жылап тұрғандай жарқырап тұрды. Бұл ұзақ уақыт күткен үміттің алғашқы сәулесі еді. Сіз не істегеніңізді түсінесіз бе, деді Раушан дауысы дірілдеп. Бұл мен үшін қаншалықты маңызды екенін айтып жеткізу мүмкін емес. Сізге мың алғыс, рахмет. Индира жылы күлімсіреп, бірақ оның көзіне терең кәсібилік пен шын жанашырлықты сезінуге болады. Ол асыққан жоқ, бірақ өз сөздерінде сенімділік бар еді. Ол Раушанға бірге қол ұстасып, әділет үшін күресетінін білдірді. Біз бәрін істейміз, әділеттілікті қалыпқа келтіру үшін, деді ол, Раушанға қарай сенімді көзқараспен қарап. Раушан басын изеп, осы сөздерден кейін оған жаңа күш пайда болғанын сезді. Ол өзінің тек құрбан емес, болашақ үшін күресетін әйел екенін түсінді. Бұл оның баласы Алихан үшін де маңызды еді. Бала оның ең үлкен тірегіне айналған болатын. Ол да қазір анасына қолдау көрсетіп, бірге болашаққа үмітпен қарап жүрген еді. Алихан өз жасына қарамастан анасының жанында болып, оған қамқорлық көрсетті. Ол оны жұмыстан кейін үйде көмек көрсетіп, балалық әзілдерімен көңілін көтеріп, қолдау білдірді. Раушанда тек сүйіспеншілік қана емес, сондай-ақ Алиханға деген сенімділік те артты. Ол баласының сөздерінен оның ішкі күшін көрді. Кейін бірнеше аптадан соң сараптама нәтижелері келді. Кредиттік келісімшарттардағы қолдардың жалған екені анықталды. Раушан ішінен жеңілдеп, алаңсыз демалды. Бұл алғашқы жеңіс, бірақ өте маңызды еді. Индира оны бірден хабардар етіп қоңырау шалды. Раушан, тамаша жаңалық бар, деді ол қуанышпен. Сарапшылар қолдың сіздікі еместігін растады. Бұл біздің үлкен алға қадам жасауымызға мүмкіндік береді. Раушан көз жасын тоқтата алмай, қуаныштан жылап жіберді. Ол өз жүрегінде жеңіс сезімін, үміттің қайта жанғанын сезді. Біз жеңдік, ұлым, біз жеңдік, деп айтты ол ұлына жымия қарап. Бұл тек басы ғана, әділеттілік жолында біз бірге жеңеміз. Индира оған қосып, жақында бәрі шешіледі, осы әділеттілік үшін күресетін боламыз, деді оны сенді. Раушан оның қолдауымен енді нағыз күреске дайын еді. Бір күні Раушан терезе алдында отырғанда телефон шырылдады. Сәлеметсіз бе, Раушан? Сот сіздің пайдаңызға шешім қабылдады. Серік алаяқтық жасаған үшін кінәлі деп танылды, деді Индираның даусы. Бұл әрбір сөзі жүрегіне жарық сәуле құйғандай болды. Раушан тыныс алып, сәл үнсіз қалды. Бұл не деген сөз, деп сұрады, даусында қобалжу байқалып. Индира жауап берді. Бұл дегеніміз, сізге кредиттерді төлеудің қажеті жоқ. Барлық қарыздарыңыз жойылды. Серік жазасын алады. Қуаныштан көз жасын төгіп, Раушан жеңілдеп қалғандай сезінді. Ол қайтадан тыныс ала бастады, бірақ ең алдымен ол ұлы Алиханды ойлады. Раушан ұлына ақырын ғана күлімсіреп, біз жеңдік, Алихан, біз жеңдік, деді. Алихан оны құшақтап, екеуі де жылады. Бірақ бұл көз жастары бақыттың және жеңістің жасы еді. Олар кешке дейін ұйықтамай әңгімелесіп, күліп, армандарын жүзеге асыруға тырысты. Раушан осы сәтте қайтадан еркіндік пен үміттің не екенін сезінді. Таңертең оянып, жеңіл жүрекпен терезе ашып, таза ауаны жұтты. Күннің сәулесі бөлмеге түсіп, бәрі жарқырап тұрғандай болды. Алихан тыныштықпен ұйықтап жатыр еді. Раушан оған қарап күлімсіреп, біз бәрін жеңеміз, бізде тек алда жарқын болашақ бар, деп ойлады. Алиханға таңғы ас әзірлеп, оны мектепке жіберіп, есікке дейін шығарып салды. Ол әрдайым күндерің сәтті болсын, анашым, деп айтады. Раушан телефонын алып, Индирамен сөйлесуге шешім қабылдады. Индира, сәлеметсіз бе, деді Раушан.
Барлық көмегіңіз үшін рахмет. Сізге алғысым шексіз. Рахметтің қажеті жоқ, Раушан, деп жауап берді Индира, жылы дауыспен. Мен сіздерге көмек көрсете алғаныма қуаныштымын. Сіз мықты әйелсіз, және сіз бақытты болуға лайықсыз. Раушан жүрегінде алғыс сезімін сезініп, рахмет, деді ол. Енді мен алға қарай қадам басып, жаңа жұмыс іздеймін. Өз бизнесімді бастаймын. Мен жетістікке жететінімді дәлелдегім келеді. Егер көмек қажет болса, мен сіздің әрқашан қасыңыздамын. Сізде бәрі болады деп сенемін, деп Индира қолдау көрсетті. Рахмет, деп жауап берді Раушан. Сіз мен үшін нағыз дос болдыңыз. Ол телефонды қоя салып жымиып отырды. Жүрегінде жеңілдік сезімі пайда болды. Өмірінің жаңа кезеңі басталғандай болды, және ол оған дайын еді. Алда оны жаңа өмір күтіп тұрғанын біле отырып, Әлихан екеуі бірге болашаққа қарай батыл қадам жасады. Олар өздерінің бақыты мен армандарының жолында жүріп, бәріне де сүйіспеншілік пен батылдық, әділдік әрқашан жеңетінін көрсететін болды. Ұзамай күйеуі Серік қоңырау шалып, Раушаннан кешірім сұрады. Оның өз қатесін түсініп, өкініп тұрғаны көрініп тұр еді. Бірақ әттең өте кеш. Өзі істеген қателікті өз мойнымен көтеріп, өзі төлеуге мәжбүр болды. Ал Раушан ары қарай бақытты да баянды өмірін сүре берді.